Енді сағанның жалғасы қайттан сіздерге көрсетейін, қалай қосылатынын. Барлығы қайталанады. 3 рет түстік, түнгі шектің темасын ойнадық. Енді қараңыздар, сағадан енді бас мұңға қалай біз шығамыз. Енді қараңыздар, үстіңгі шекте, яғни 12-ші пернені бас бармақпен басамыз, 14-ші пернені біз 4-ші саусақпен басамыз. Қараңыздар, сонда 1, 1, 2 болады. 4, 2, 4. 1, 2, 3, 4 ауыстық көрдіңіздер, тағы да 1, 2, 3, 4 деп біз бас бармақты 10-ші пернеге қойсақ, 4-ші саусақпен біз 12-ші пернеге келдік. Қараңыздар, тағы да 1, 2, осы күймен 3, осы күймен жылжимыз 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Енді осы жерден 9-ші пернеге 1-ші саусақты қоямыз. Төменгі шекте 1, 2, 3, 4 болады. 1, 2, 3, 4. Енді тағы да көрсетем, қараңыздар. 1, 2, 3, 4 ауыстық. Енді 9-ші перне 1, 2, 3, 4. Енді 9-ші пернеге бас бармақ және 2-ші саусақпен келеміз. 1, 2 бас бармақты біз 7-ші пернеге қойсақ, 9-ші пернеде біз 4-ші саусақ болады. 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қалғаны бәрі қайталанады. Бәрі қайталанады. Тағы да көрсетем, қараңыздар. 12-ші перне, 14-ші перне. 10-ші перне, 12-ші перне. Осымен бізде осы бөлім аяқталады. Саға бізде осымен аяқталады. Көргендеріңізге, үйренгендеріңізге көптен көп рахмет. Егер ұсыныстарың болса, немесе түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, маған комментарийға қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап берем. Рахмет, сау болыңыздар.